Құрметті тыңдарман, бүгінгі оқитын әңгімеміз қазіргі қоғамдағы әйелдің көпшілігінің басында болып жатқан тағдыр, яғни күйеуінің көзіне шөп салу. Айман мен Ернар 3 жыл жүріп үйленді. Тойлары дүркіреп өтті. Айман ақылды, сабырлы, ұяң қыз еді. Ернар жұмыс істейтін, әзілкеш, елге сүйкімді көрінетін жігіт. Бастапқы жылы бәрі жақсы болды. Бір-бірін құрметтеді, сүйді. Айман жұмысынан шығып балалы болуға дайындалып, үй шаруасына ден қойды. Ал Ернар жаңа қызметке ауысып, көп жүре бастады. Бір күні түн ортасында Ернардың телефоны шырылдап жатты. Айман оянып, экранға қараса Әсел деп жазылып тұр. Қоңырауға жауап бермеді. Ертесі күдікпен сұрады. Әсел деген кім? Ол жай әріптес қыз. Қалжыңдаймыз ғой. Жүрегімде сен жабысып алдың. Айман алғаш рет алданғанын жүрегімен сезді. Бірақ дәлел болмады. Ернар телефонын құлыптап қойды. Бірақ бір айдан кейін ол қызбен кафеде отырған көріп қойған бір таныс айтып қойды. Айман сөйлесті, жылап ашуын да білдірді. Кешір, деді Ернар. Қайталанбайды. Еркекпіз ғой, кейде шайқалып кетеміз. Бірақ мен сені тастамаймын. Айман ішінен қирап жатса да кешірді. Бала көтеріп жүрген еді. Отбасы үшін, ана болу үшін бәріне шыдауға бекінді. Айман босанды, ұл туды. Енесі ер азамат келеді өмірге деп қуанды. Бірақ Ернар енді үйге кеш келетін болды. Телефонын үнемі қалтасына тығып, ваннаға дейін ала кететін шығарды. Бір күні Айман оның парақшасынан кіріп, жас қызбен түскен селфиін көріп қалды. Аты Динара. Бетінде қалы бар, шашы көк, киімі ашық. Жазбаларынан екеуі демалысқа бірге барғаны белгілі болды. Айман жылап, сөйлеспек болды. Бірақ Ернар енді баяғыдай жалынып, кешірім сұрамады. Болды, тыныш отыр, жылама. Сен де өзіңе қарамайсың, үйден шықпайсың, түрің де онша емес. Салбырап жүресің. Кім қызығады саған, деді. Сол түні Айман көз ілмеді. Баласы ұйықтап жатқанда өзі терезе алдында үнсіз жылады. Үнсіздігі жан айқай еді. Ол әр тамшы жаспен өзін жоғалтып жатты. Анасына айтты. Бірақ анасы: қызым-ау, еркек сондай, бастысы тастап кеткен жоқ, көн, біз де көндік, бала үшін шыда, деді. Енесі де басу айтты. Менің баламды жамандамашы, ол азамат, әйел деген жұмаққа жол салады еркекке. Ұрыс шығара берме, деді. Құрбылары: Айман, сен үйде отырып қалдың, өзіңе қарамайсың, бала тапқаннан басқа түк білмейсің, жатқан жерің де қызық емес шығар, деп күлісті. Біреу өтіпті: ол сені ата-анасына қарасын деп, бала бағып отырсын деп ұстап жүр. Махаббатпен емес, міндетпен. Айман ішінен айғайлады. Менің орнымда сендер болсаңдар, бір күн де шыдай алмас едіңдер. Бір күні Ернар телефонмен күліп, ашық сөйлесіп жатты. Жаным, күнім, ертең кездесеміз деген сөздерді естіп қойған Айман дауысы көтеріліп еді. Ернар атып тұрып бір ұрды. Алғашқы рет, бірақ соңғы емес. Қой, Ернар, баламыздың көзінше мұндай істеме. Өзің кінәлісің, қақсай берме. Тыныш отырсаң бәрі жақсы болар еді. Ол тіпті енді кешірім сұрамайтын болған. Баяғыдай кешірші жаным деген сөз жоқ. Тек қатқыл дауыс, зорлық, агрессия. Телефонында жасырмайды. Әйелдермен жымыңдап сөйлеседі. Кейде видео шалып сөйлесіп отырады. Қасында Айман отырса мән бермейді. Айман бір күні киімдерін жинап, ұлын құшақтап кетпек болды. Бірақ анасы: қайда барасың? Ата-аналы әйел, балалы бола тұра көшеде жүрмекпісің. Еркек кетсе қызғанышпен кетеді. Біраз күн ашу болады, орнына келеді. Біздің үйде келін бар, соны да ойла. Айман тағы да қалды. Сол үйде өмір сүріп жатыр. Қабырға үнсіз. Бала үшін адамдар бақытты жанұя деп ойлайды. Бірақ түнде ұлына ертегі айтып ұйықтатқан соң өзі жастыққа басын тығып жылайды. Сырт көзге сабырлы келіншек, ішінде қираған жан, сөнген әйел. Бұл он махаббат деп бастаған еді. Қазір жоқ, бұл махаббат емес. Уақыт тоқтамайды. Айман сол баяғы күйінде сабырлы, үнсіз, үй мен немереге қарайтын әйелге айналды. Көп сөйлемейді, ішінен тынады. Үйдің іші таза, дастарханы жайылған, бірақ жүрегі бос. Ернар болса, сол баяғы Ернар.
Жасы 50-ден асса да қыз келіншек көрсем елеңдейтін, өзін әлі де қызықпын деп санайтын мәңгүрт күйінде қалды. Ұл үйленді, әкесі тойда сахнада биледі, құттықтап, елдің артында жарқылдап жүрді. Бірақ ұлы ермек бетіне қарап тұрып іштей: "Сенің менің анама не жасағаныңды ұмытпаймын" деді. Қызы әсем де ұзатылды. Ақ көйлекпен шығып бара жатқанда, көзінің шетімен әкесіне қарап: "Сен менің анама лайықты бола алмадың" деп жылап жіберді. Бірақ дауысын шығарып айтпады, себебі анасының жүрегін ауыртқысы келмеді. Көршілер мен ауылдастар бұрыннан бәрін білетін. Байқұс Айман бәріне шыдап жүр. Ернар тағы да әлі жас қызбен көрініпті. Мына әйел қалай төзіп жүр осы. Бала шағасы біледі бәрін, бірақ бәрі үнсіз. Айман бәрін еститін, бірақ үнсіз жүре берді. Балалар өсіп, өз өмірін бастағанымен, Айманның өзі әлі де басын төмен салып, күйеуінің көлеңкесінде өмір сүріп жатты. Ернар зейнетке шықты, бірақ жас қыздармен сөйлесуін тоқтатпады. Қызының құрдасы секілді қыздарға күліп, смайлик, гүл, жүрек жібереді. Айман кейде бақылап қалады. "Ернар, не жетпейді саған? Қартайдық қой." "Маған ештеңе жетпейді. Сен сияқты түнеріп отыратын адам боп жүр. Әйел деген еркегін шабыттандыру керек." Айман басын изеді. Сөйлемейді. Шайын құйып береді. Кейде терезе алдына отырып ішінен бітпейтін шыдам, шексіз үнсіздік. "Жоқ, бұл өмір емес. Бұл тек тірі жүріп, өлген күйім" деп ойлайтын. Бір күні әсем анасымен оңаша отырып: "Апа, сіз неге кеткен жоқсыз? Неге осы өмірге көндіңіз?" деп жылады. Айман күрсінді. "Сендер үшін қызым. Сендерге әке керек болды. Үй керек болды. Тыныштық керек болды. Бізді осындай бақытсыз отбасында өсіргенше, әкем екеуің баяғыда айырылысып кетулерің керек еді." Айман шошып кеткендей болды. Бір сәтте шай ішіп отырған қолы дірілдеп, кесе сылдырлап, ернеуден сырғып түсті. "Қызым, не айтып отырсың? Мен сендер үшін бәріне шыдадым." Қызының көзінде жас бар, бірақ жүзі қатқан. "Жоқ, мама, сіз өзіңізге де, бізге де әділетсіз жасадыңыз. Біз үйде әкеміздің өзге әйелмен телефондасып жатқанын көріп өстік. Сіздің көз жасыңызды үнсіз жұтып жүргеніңізді сезіп өстік. Сол үнсіздік біздің де жүрегімізді өлтірді. Бізде үлгі болар отбасы болған жоқ. Біз сізден ғана махаббат көрдік, бірақ отбасынан жылу сезбедік. Сіз бізді аман сақтау үшін күйген боларсыз, бірақ біз өрттің ішінде өстік." Айман үнсіз. Жауап жоқ. Сол сәт Айманның өміріндегі ең ауыр, ең шын, ең өткір шындық айтылған сәт еді. Себебі осы сөз арқылы ол алғаш рет түсінді. Ол шыдап қана қоймай, балаларының бақытын да өзімен бірге көмген. Айман бүкіл өмірін балалар үшін, отбасы үшін құрбан етті. Бірақ бір ауыз сөз бүкіл өмірінің бекер болғанын ұқтырды. Қызының сол сөзі шындықтың өткір жүзіндей боп жанын тіліп өтті. Бізді бақытсыз отбасыда өсіргенше, әкем екеуің баяғыда айырылысып кетулерің керек еді. Сол күні Айман түсінді. Үнсіз жылаған аналар үнсіз жойылып бара жатыр. Бірақ балалар бәрін біледі. Және олар кешірмейді.